Қайырлы күн қыздар, біз бүгін айран қосылған өте оңай пирог әзірлейміз. Бұл пирогқа көп нәрседе қажет етпейді. Біздің балдар осы пирогты өте жақсы көреді. Мен күн ара істеймін десем де болады. Осы екі жұмыртқамызды салып, осылай жұмыртқамыз көпіргенше әбден араластырамыз. Сосын осы жұмыртқа араластыра отырып, шетінен айранымызды құйып, араластырып отырамыз. Енді шекеріміз осылай шетінен салып, шекеріміз әбден ергенше араластырып отырамыз. Біздің шекеріміз еріді, енді 100 грамм сұйық майымызды шетінен құя отырып араластырамыз. 250 грамм ұнымды өлшеп қойдым. Енді осы ұнымызды шетінен сала отырып араластырамыз, әбден араластырамыз. Ұнымызды араластырып болдық. Осындай сұйықтау болу керек. Енді 1 шай қасық қопсытқыш салып жібереміз, тағы да араластырамыз. Енді жидегімізді саламыз. Қандай жидек болса да бола береді. Менде мына морозильникте сақтаған малинам бар. Мен соны салдым. Енді осыларды әбден араластырамыз. Енді мен жер жаңғақ салып жатырмын. Сіздерде мейіз салсаңыздар да, қандай грек жаңғағын салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Жидектің түр-түрін салсаңыздар да болады, қалауларыңызбен. Бізде осындай сұйық дайын болды. Енді ыдысымызды кесішкінің көмегімен әбден майлап аламыз. Мен сұйық маймен майладым. Сіздер сары маймен майласаңыздар да өз қалауларыңыз. Ыдысымды майлап болдым. Енді дайындаған сұйықтығымызды осы ыдысқа бәрін салып құямыз. Дайын болған сұйықтықты духовка 180 градусқа қойып 20 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен істеп көріңіздер. Өте оңай, көп нәрсе қажет етпейді. Біздің пирогымыз ортасы көтеріліп әдемі болып піскен, және жидегі де әдемі көрініп тұр. Бәрімізге ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.